Қазақ қырғыз бір туған деген сөз барлығыңызға да таныс болар. Ежелден қазақ елі мен қырғыз халқы бірлікте, татулықта күн кешіп келген. Бір-бірімен туысқан халық болғандықтан салт дәстүр мен тілі және киімі де ұқсас. Тіпті кей ұлттық тағамдарымыз бен ән жырларымыздың араласып, қайсысы кімдікі екенін таппай қалып жататынымыз да рас. Ал Орыс империясының тарихи құжаттарында тіпті қазақ пен қырғызды бір халық деп көрсеткен. Бірақ шындығында қазақ қырғыз екі түрлі ұлт. Олардың айырмашылығы біреуі Орта Азияның кең байтақ даласын мекендеп, ал екіншілері Тянь-Шань тауы мен солтүстік Памир жоталарында және Ыстықкөл жағалауын мекен еткенде ғана емес. Бүгінгі видеомызда біз қазақ халқы мен қырғыз халықтарының шын мәніндегі айырмашылықтарын тарихи және ғылыми дәлелдермен айтатын боламыз. Тарихқа сүйенсек, қырғыз халқы өте ежелден келе жатқан халық. Бұл түркі тілдестер қатарына жататын көшпенді халықтың ең алғашқы ата-бабаларының шыққан жері қазіргі Ресей жеріндегі Енисей көлі айналасы және оңтүстік Сібір. Кейіннен ғана бұл халық өздеріне жаңа қоныс іздеп келіп, Тянь-Шаньның оңтүстігіне, яғни қазіргі Қырғызстан жеріне келіп қоныстайды. Қырғыз халқы тарихта үлкен жеңістерді де, ойсыраған жеңілістерді де көп бастан кешірген. Көшпенді мал шаруашылығымен айналысқан бұл халық өркендеп көбеюді де, соғыс салдарынан азайып, жойылып кетудің азақ алдында қалуды да бастан кешірген. 9 ғасырда Қырғыз қағанаты ұйғыр мемлекетін жаулап алып, өз билігін Монғолия мен Тыва өлкесіне де жүргізіп отырған. Алайда кейіннен Шыңғыс ханның жорығы кезінде Азиядағы көптеген халықтармен бірге жаулап алушылардан жеңіліп, Шыңғыс ханның қарамағына өткен. Кейіннен монғолдар құрған Алтын Орда мен Ақ Орданың ыдырауынан кейін қырғыз халқы Тянь-Шань тауы мен солтүстік Памир жеріне көшіп келіп, күні бүгінге дейін осы жерлерде тіршілік етуде. Ал қазақ халқы өте жас халық. Қырғыздармен салыстырғанда тіпті жаңадан пайда болған ұлт деуге болады. Қазақтар туралы тарихтағы ең алғашқы деректер 15 ғасырдың ортасында ғана кездеседі. Керей мен Жәнібек, Шыңғыс хан ұрпақтарынан шыққан сұлтандар өзбек ұлысын басқарған Әбілқайыр ханға наразы болып, оңтүстік шығысқа қарай келіп, қазіргі Қазақстан жерінде жаңа мемлекет құрады. Ал Әбілқайыр хан басқарған Моғолстан, яғни өзбек ұлысы, бұл Шыңғыс ұрпақтарының құрған Алтын Орданың құлауынан кейінгі пайда болған мемлекет. Орыс империясының 18 ғасырда Орал және оңтүстік Сібір жерлеріне зерттеулерінде Дон мен Кубан жерінде өмір сүрген казактарды өздерін дәл соған ұқсас қылып атайтын қазақтардан ажыратып атау керек болды. Сондықтан да Киргиз Кайсак деп Орта Азия мен Тянь-Шань бөктеріндегі көшпенді халықтарға жалпылама атау беріп қоя салды. Қырғыз халқы жайлы орыстар бұрыннан білді, ал Кайсак сөзі қазақтарды казактардан тарихи жазбаларда ажырату үшін орыстардың берген атауы. Уақыт өте келе орыс құжаттарында Кайсак сөзі де жойылып, қазақ қырғызды енді тек қырғыздар деп қана атай бастады. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін ғана қазақ елі өз атауын қайтып алды. Бірақ енді казактармен шатасып кетпеу үшін кеңес үкіметі қазақтарды қазақ деп жазды. Қазіргі күнге дейін осылай болып келеді. Жалпы ерте кезден түркі тілдес көшпенді халықтарды матриархаттық ұстаным болған. Бұған сақ дәуіріндегі Томирис ханшайымды мысалға алсақ та жеткілікті. Әйелдердің ел билеуі түркі халықтары арасында 5 ғасырда аяқталады. Бірақ бірден патриархат толықтай орнап кете қоймағандықтан 13 ғасырға дейінгі деректерде түркі әйелдерінің ерлермен бірге жорыққа шыққан деректері де кездеседі. Ертеден келе жатқан халық болғандықтан қырғыз халқында матриархаттық ұстанымдардың іздерін әлі де байқауға болады. Қырғыздарда балалы әйелдер ана деп ерекше құрмет көрсетеді, ал отбасында әйелді ошақтың егесі деп, үй ішіндегі барлық мәселелерді әйелдің сөзімен орындайды. Ал қазақ халқы бертінде құрылған кезде түркі халықтары толықтай патриархаттық жүйеге көшкен кез болатын. Сондықтан да қазақ халқында отбасыда ер адам үлкен рөл атқарады, бірақ тұрмыстық жағдайларды шешуге әйел адам да араласып отырады. Екі халықтың ұлттық киімдері ұқсас болғанымен, кейбір айырмашылықтары да бар. Мәселен, қырғыз еркектері басына ақ киізден тігілген конус тәріздес қалпақ киеді. Бұл қырғыз қалпағы олардың ұлттық белгісі болып саналады. Ал қазақ еркектерінің бас киімі
айыр қалпақ, шляпа тәріздес және жиегі жоғарыға қарата тігілген қалпақ. Бұл қалпақ жұқа түбіттен жасалады және түбіт сыртынан барқытпен немесе атлас матамен қапталады. Ал қырғыз әйелдері елечек деп аталатын басынан бастап аяғына дейін түсіп, етек қызметінде атқаратын киім киеді. Бұл киімді тігуге 30 метр мата кететін де кездері болған. Қазақ әйелдерінде осыған ұқсас киім кимешек деп аталады. Бірақ кимешек құрылысынан елечекке қарағанда қарапайым, тек бас пен мойынды ғана жауып тұрады. Тарихшылардың айтуынша, екі ұлттың бас киімдерінің екі түрлі болу себебі өмір сүрген орталарына байланысты. Қырғыздар таулы жерде өмір сүргендіктен, ақ қалпақ жазғы ыстық күн мен қыстағы желден сақтаған. Ал елечек матасының ұзын болуы таулы жерде көшу барысында жарақат алған кезде байлауға қолайлы болған. Тілдері және сөйлеу мәнерлері. Бұл екі халықтың өкілдерін сөйлеу мәнеріне қарап, оп-оңай ажыратып алуға болады. Қазақ тілі мен қырғыз тілдері бір-біріне ұқсас болғанмен, ғалымдар бұл тілдерді екі түрлі тілдер тобына жатқызады. Қырғыз тілінде Енисей жағалауында 3 ғасырда өмір сүрген тайпалар сөйлеген Хакас-Алтай тілдер тобының шығыс түркі тілдеріне жататын тіл. Уақыт өте жанындағы ұлттардың тілдері әсер етіп, Қырғыз қыпшақ тіл тобы болып құрылған. Ал қазақ тілі түркі тілдерінің ішінде қыпшақ ноғай тілдер тармағына жатады. Қазақ, қарақалпақ және ноғай тілдері өте жақын туысқан тілдер. Демек қазақтарға ноғайлықтар жақындау, ал қырғыздарға алтай халықтары туысқан. Лингвистика ғалымдарының зерттеуінше, қазақтардың сөйлеу мәнері орыс тіліне жақын, ал қырғыздардың сөйлеу мәнері қатаңдау және тұйықтау естіледі. Мысалға, қырғыздардың сөзінде ч деген қатқыл дыбыстар көп кездеседі, және қырғыздарда бұл дыбыстарды дәл осылай қатқыл айтады. Ал қазақтарда бұл дыбыстар жұмсақтау, ш дыбыстарына өзгертіліп айтылады. Достар, бүгінге осы. Ал сіздер қазақ халқына ең туыс халық қай халық деп ойлайсыздар? Егер осындай тарихи тақырыптағы